Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Дене шынықтыру пәні 2-ші сынып. Тақырыбы қозғалмалы ойындар, қимыл қозғалыс сапаларын дамыту ойындары. Сабақтың мақсаты оқушылардың қозғалмалы ойындарға қызығушылығын арттыру, қимыл қозғалысты дамыту, жетілдіру, ептілік, икемділік қабілеттерін дамыту. Жалпы дамыту жаттығуларына тоқталатын болсақ, бүгінгі сабағымызда ең әуелі жалпы дамыту жаттығуларын жасап аламыз. Сондықтан да барлығымыз дайындалайық. Басты қалыпта тұрамыз. Аяқ иықтың көлемімен бірдей. Екі қолымыз жанымызда. Бір дегенде екі қолды иыққа қою. Екі дегенде қолды жоғары көтеріп сол аяқтың ұшына тұрамыз. Үш дегенде екі қолды екі жаққа созамыз. Төрт дегенде екі тізені құшақтап отырамыз. Бес дегенде қалыпты жағдайға келеміз. Осы жаттығуды 3-4 қайтара қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз. Басты қалып, бір дегенде екі қолды екі жаққа созып кеудені жазып тұрамыз. Екі дегенде екі қолды алдыға созып жартылай отырамыз. Үш дегенде жұдырықты түйіп, шынтақты бүгіп, кезек-кезек шынтақты көтереміз. Осы жаттығуды 3-4 қайтара қайталаймыз. Келесі жаттығу жиынтығы. Басты қалып, бір дегенде екі қолды жоғары көтереміз. Екі дегенде аяқтың ұшына қолды тигіземіз. 3-4 дегенде саусақтарды айқастырып, төменнен жоғары қарай жартылай шеңбер жасаймыз. Қозғалмалы ойындарға келер болсақ, қозғалмалы ойындар жалпы адам ағзасына пайдалы. Сондықтан да бірінші, оқушы ағзасына әсер етіп, оны жетілдіру көмегімен тигізетін қимыл қозғалыстардың екі түрі бар. Бірінші, баланың сабақ барысында дене мүшелерін қимылдату, қалам, қарындашпен жазып сызу арқылы саусақтарын қозғау, көзді қимылдату, ауызды сөйлеп қимылдату, мойынды бұру, аяқты жылжыту, денені тік ұстау, еңкею, шалқайы бұрылу, тағы да басқа. Сонымен қоса екіншісі, дене бұлшықеттерінің үнемі қозғалыста болуы, үнемі қарқынды қимыл қозғалыстар мен ми бөліктерінің өзара қарым-қатынасын жақсартып, жетілдіріп отырады. Ол баланың қимыл қозғалысы мен ақыл ойының бірдей дамуына әсерін тигізеді. Енді осы бағытта қимыл қозғалыс ойындарына кезек береміз. Мысалға, мысық пен тышқан ойыны, қуыспақ ойыны, тағы да басқа көптеген сыныпта ойналатын ойындар бар. Соның бірнешеуіне тоқтала кетейік. Кім жылдам деген ойын. Ежелгі ойындардың бірі кім жылдам. Ойын аулада, спорт залда, сынып бөлмелерінде ойналады. Оны үй алаңында да ойнауға болады. Ойыншылар ойынға екі-екіден қатысады. Ортаға шыққан екі оқушы бір-біріне арқасын беріп, екі жаққа қарап тұрады. Аяқтарының арасына ұзыннан ұзақ белбеу тастайды, 1-2-3 деп ойнайды. 3 дегенде кім еңкейіп белбеуді бұрын алса, соның жеңгені. Бұл адамның өз денесін еркін меңгеріп, тез қимылдауының нәтижесін жүзеге асады. Ойынға басқа да ойыншылар қатысады. Ойын жалғаса береді. Сол сияқты өздеріңіз ойнап жүрген ақсерек, көксерек ойыны, арқан тартысу ойыны. Барлық ойыншылар, мысалға арқан тартысында барлық ойыншылар екі топқа бөлініп, қарама-қарсы жақта бірінің соңынан бір тұрады. Топтың басында қарауыл тұрады, ол басқалардан 1,5-2 метр алда тұрады. Топтың ортасынан арнаулы сызық сызылады. Ойын басқарушының берген белгісі бойынша барлық ойыншылар 8 метр арқаннан ұстап тартысады. Кімнің тобы өз жағынан ортадағы белгіден асырып тартып кетсе, сол топ жеңіске жетеді. Осы сияқты үй жайында ойналатын ойындарды қайталаймыз. Осы ойын барысында эстафеталық ойындарды да қамти кетеміз. Бұл жерде эстафеталық ойындардың маңызы зор. Бұл жерде жарыс түрінде ұйымдастырылады. Топ түрінде немесе екі ойыншы болып ойнауға да болады. Көңілді эстафеталар, мысалға теңіз жәндіктері бір топ қатарға тұрады. Бастапқы қалып қол жерде ойнаушылар жартылай отырады, тізе бүгулі. Белгілі берілген кезде ойнаушылар жанбастарын көтеріп, қолдарын арқылы 5-6 метр жүру керек. Белгіленген жерге дейін жүріп, содан қайтадан орнына жүгіріп бару керек. Қатарды бұзбай саптың артында тұрады. Екінші ойыншы ойынды жалғастырады. Ойында бірінші біткен топ жеңімпаз атанады. Сол сияқты келесі допты түсіріп алма. Эстафеталық ойын. Топта 6-8 адам. Топ қатары болып тұрады, бір-бірінен сөре бойынша тұрады. Бірінші ойыншының қолында ракетка, теннис тобы беріледі. Белгі беру арқылы бірінші ойыншы ракеткамен допты ұрып, жоғарыдағы кедергілерден өтіп, қайта орнына жүгіріп келіп, ракеткамен допты екінші ойыншыға береді. Кедергі гимнастикалық орындық, бөрене астынан өту, аттың астынан өту, тағы да сондай заттар қойылады.
қай топ тапсырманы бірінші аяқтаса, сол топ жеңіске жетеді. Осылай арқылы біздер эстафеталық ойындармен де танысып болдық. Қозғалмалы ойындар мен эстафеталық ойындардың бала ағзасына тигізер пайдасы зор. Сондықтан да біздер үй жағдайында болсын, алаңда болсын, топ болып эстафеталық ойындарға ойнауымыз керек. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Жоғарыда көрсетілген эстафеталық ойындар мен қозғалмалы ойындармен танысып біліп отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.